Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 7-ші сабақ. Алып күш иесі. Ғажайып күш иесі. Ауыл шетіндегі төбені адамдар көк төбе деп айтады. Сол жерде үлкен-үлкен қара тастар бар. Оларды Берік ағай алғысы келіп барады. Бірақ оған Мұраттың атасы алдынан шығады. Ол тастарды қозғауға болмайды. Ол тастардың сырлары бар дейді. Сөйтіп Берік ағай қайтып кетеді. Ал Мұрат атасынан сұрайды. Атау, әлгі тастарды неліктен бермедіңіз? Дейді. Атасы бұл тастардың сырын айтады. Айналайын, ол тастардың өз сыры бар. Соғыс аяқталған кез болатын. Бір күні ауылға палуан Қажымұқанның өзі келіпті деген қуанышты хабар келді. Елдің барлығы осы Көктөбеге қарай келді. Қажымұқанның өнері барша адамдарды таңдандырды. Палуан бірнеше кіртасты қосақтап байлап, тісімен көтереді. Елдің бәрі шулап, палуанның өнеріне тамсанап, таңырқай қарайды. Және білектей темірді мойнына орап майыстырады. Онымен қоймай, арбаға көп адамды отырғызып алады да сүйрейді. Бүкіл халық, бала-шаға арбаға кезек-кезек мініп, бәрі таң тамаша болады. Палуанның өнерін халық таңданып, таңырқайды. Ең соңында палуан шалқасынан жатады. Сөйтіп, оның төсіне үлкен қара тасты қояды. Ол тасты 3-4 адам әзер көтереді. Жұрттың бәрі үндемей тына қалған. Бір денелі кісі келіп, ауыр балғамен тасты шірене ұрады. Шаңқ еткен дыбыспен бірге тастан от та ұшады. Әлгі кісі тағы да ұрады. Балғаны 3-ші рет соққан кезде қара тас қақ бөлінеді. Оны сілкіп тастаған палуан орнынан жеңіл көтеріледі. Ел шулап, қошемет көрсетеді. Бұл палуанның алақанының табы қалған, яғни алақаны тиген тастар ғой дейді. Көрдіңіздер ме оқушылар? Көпті көрген қария аталарымыз қазақ батырларының еңбегін есте сақтаған. Оны келешек ұрпаққа, яғни бізге насихаттап отырған. Сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.